Сәлеметсіздер ме балалар, қалдарыңыз қалай, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Жанбаев Мансұр, яғни математика физика пәнінің мұғалімі, 3-ші курс студентімін. Бүгін біздің өтетін тақырып жалпы қысқаша көбейту формулалары. Жалпы қысқаша көбейту формулалары бұл алгебрадағы өрнектері көбейту мен түрлендіруді жеңілдететін арнайы математикалық теңдіктер болып саналады. Оның осындай 7 түрлі формуласы бар, яғни а қосу б квадрат бұл бізде қосындының квадраты, екіншісі айырымдардың квадраты, үшінші формула бізде қосынды мен айырымдардың көбейтіндісі, төртіншісі яғни бізде қосындының кубы, бесіншісі сәйкесінше қарама қарсы амал яғни қосындыға бұл бізде айырымның квадрат, айырымның кубтары, және алтыншы бізде а куб плюс б куб, жетінші а куб минус б куб формулалары. Және көп ұзамай біз мысалға көшейік. Яғни бізде бірінші мысал а плюс б квадрат формуласына келіп тұр, яғни біз оны жерге жазып алайық, яғни мына жазып қояйық мына жерге. А плюс б-ның квадраты бізде тең а квадрат плюс 2аб плюс б квадратқа тең. Енді осы формула бойынша мына жақшаны ашайық. Яғни бізде 4а10 плюс 2 көбейтілген 2-ның а-ның 5 дәрежесі көбейтілген 10-ның 10-ды және де қосылған 100-ді квадрат. Енді осының бәрін бірге жинақтайық, яғни бізде жауабы 4 10-ның а-ның 10 дәрежесі плюс 40 а-ның 5 дәрежесі д плюс 100-ді квадратқа тең болады екен. Енді келесі бізде а минус б куб формуласына арналып жазып қойдық мына жерге. Сәйкесінше а минус б куб формуласы бізде яғни ол тең а куб минус 3а квадрат б плюс 3а б квадрат минус б куб формуласы. Осыған қарап біз осы жақшаны ашайық. Яғни сәйкесінше 2-ның кубы бізде 8, б-ның кубы бізде б куб минус 3 а-ның квадраты, яғни 2б-ның квадраты бізде көбейтілген 4б квадрат, ал бұны жай көбейтеміз, яғни 3а және плюс 3 а-ның орнына бізде 2 көбейтілген 2б, бұның орнында бізде 3а, яғни минус көбейтілген 9а квадрат және де минус 27 жазып қояйық а куб. Енді жерге жалғастырайық. Жинақтайық барын бір жерге. Яғни бізде 8б куб минус 3-ті көбейтеміз 4-ке 12, 12-ті көбейтеміз 3-ке 36. Яғни 36 б квадрат а плюс 3-ті 2-ке көбейтеміз 6, 6-ны көбейтеміз 9-ға 54. 54 бізде а квадрат б және де минус 27 а куб. Жауабы осы. Яғни бізде келесі мысал а квадрат минус б квадрат формуласына алынады. Жерге жазып қояйық. Яғни бізде а квадрат минус б квадрат формуласы бізде а минус б көбейтілген а плюс б, яғни айырымдар мен қосындысының көбейтіндісіне тең екен. Яғни біз ашатын болсақ 41 квадрат минус 17 квадрат бұл бізде бөлшек сызып қояйық. Яғни 41 минус 17 көбейтілген 41 плюс 17-ге тең. Екіншісі бөлім жазып қояйық. 37 минус 21 көбейтілген 37 көбейтілген плюс 21-ге. Енді азайтамыз. Бөлшек сызып қояйық. 39 минус 27 көбейтілген 39 плюс 27. Яғни бөлімге сәйкесінше 45 минус 21 және көбейтілген 45 көбейтілген плюс 21.
Осыны ашып жазайық. Яғни 41 минус 17 бізде нешеге тең? Бұл бізде 24-ке тең. 24 көбейтілген 41 плюс 17 бізде 58. 58-ге тең. 37 минус 21 бізде 16-ға тең. 16 көбейтілген 37 плюс 21 бізде 58-ге тең. 58-ге тең. Енді азайтамыз. Бөлшек сызып қойайық. 39 минус 27 бізде. Бұл бізде нешеге тең? Бұл бізде 18-ге тең ба? Жоқ. Бізде 12-ге тең. 12 көбейтілген 39 плюс 27 бізде 66-ға тең. 45 минус 21 бізде бұл 24-ке тең. Және көбейтеміз 66-ға. 58 қысқарады. Жерде сәйкесінше 66 қысқарады. Бізде соңында, яғни 24 бөлінген 16 азайтамыз. 24 12-ке тең. Енді осыны шығарасайық, ортақ бөлім берсек, 16 мен 24-ті көбейтсек бізде неше шығады? 384 десе қателеспесем. 384 бізге ортақ бөлім берейік. Мынаны 24-ге көбейтеміз. Мынаны 16-ға. 24-дің квадраты бізде 576. Және 12 мен 16-ның көбейтіндісі бізде нешеге тең? 192-ге тең. Енді 576-ны 190 yazып тастасақ бізде 384 бөлінген 384. Бұл бізде жауабы 1-ге тең деген сөз. Бұл бізде үшінші мысал. Келесі мысалды қарастырайық. Яғни бізде осындай екі түбір астындағы иррационал өрнек берілген. Екеуміз көбейткенде оны біз бір түбірінің астына аламыз. Қай жағдайда? Бізде оның, яғни алдыңғы мысалы квадраты куб болса, бізде бірақ мына жағдайда, яғни 4-ші дәрежелі, бізде дәрежесі 1-дей, сондықтан біз оны бір түбірінің астына аламыз. Бір түбірінің астына алайық, яғни бізде 23 минус түбір асты 7 көбейтеміз. Түбір асты 23 плюс түбір асты 7-ге. Бүкілін бір түбір астына алайық. Енді біз мына формула жаңағы а квадрат минус б квадрат формуласына келеді. Әмже 4 дәрежелі бар екен. 4 дәрежелі. Енді бұл бізде қандай формулаға келеді? Жаңа айтып кеткендей, а квадрат минус б квадрат формуласына келеді. Яғни бізде ол а минус б және а плюс б-ға тең. Яғни бізде түбір асты 23-ның квадраты 23, ал түбір асты 7-ның квадраты просто 7 болды. Яғни 4 дәрежелі түбір астынан бізде неше 16 шығады. Ал бұл түбір астынан бізде неше шығады? 2 шығады. Яғни жауабы 2. Келіп мысалы қарастырайық. Яғни бізде мына өрнек берілген. Осы өрнекті біз яғни жақшар каржинің әрқайсысын ашып шығайық. Яғни бізде ал былай қылсақ 6 x плюс 1-дің квадраты бізде, яғни x квадрат плюс 2x плюс 1-ға тең. Плюс 2 мына жағы 2 жақтан көбейтіп алайық. Бізде бұл яғни x кубты береді. Бұлай көбейтсек, мына x-ті бұлай, сосын бұлай көбейтіп. Яғни бізде бірінші x-ті x-ға көбейтсек, бізде x куб береді. x-ті x-ға көбейтсек, плюс x квадрат. x-ті 1-ге көбейтсек, плюс x береді. Енді минус 1-ді минус x квадрат шығады. Минус 1-ді x-ге көбейтсек, минус x. Минус 1-ді плюс 1-ге көбейтсек, минус 1. Минус 2. Енді а плюс б кубтың формуласы, яғни бізде бәріміз өреміз. X куб плюс 3x квадрат. Яғни көбейтуіміз 1 жазаймыз. Плюс 3x және де плюс 1. Яғни 1-дің кубы 1. Оны жазбай қойып. Бұл тең болады 32-ге. Енді әрқайсысын ашып шығайық. Яғни 6x квадрат
плюс 12х плюс 6 плюс 2-ні х көбейтіп бәрімізде 2х куб плюс 2х квадрат плюс 2х минус 2х квадрат минус 2х және де минус 2. Келесі ақшаны ашамыз. Минус 2х куб минус 6х квадрат минус 6х және минус 2 бұл бізге тең 32-ке. Енді қарап тұрсақ, 6х пен минус 6х жойылады. Және де бізде не жойылады мына жерде? 2х куб пен минус 2х куб жойылады. 2х пен минус 2х жойылады. Және де не жойылады бізде тағы да? Міне 2х квадрат пен минус 2х квадрат жойылады. Енді бізде соңына қалғандары 12х, 6, минус 2 және де минус 6х, минус 2 қалды. Плюс 12х пен минус 6х айтсақ бізде, яғни 6х плюс 6 минус 2 минус 2. Яғни бізде минус 4 болады. 6-тан минус 4 азайыз, және бізде плюс 2 қалады. Тең 32-ке. 6х 2-ні тең еткен жағы бетін жақсысақ бізде 30-ға тең. Яғни бізде х тең 5-ке екен. Балалар, біздің бүгінгі өткен тақырыбымыз, яғни қысқаша көбейту формулалары сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.